Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай киімчи салатын дайындаймыз. Менімен бірге жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Ол үшін бізге керегі осындай екі пекин капустасы қажет болады. Оның төменгі қатты жерін кесіп алып тастаймыз. Пышақпен жартылай кесеміз. Және де қолымызбен осылай ажыратып бөліктерге бөліп аламыз. Егер капусталарыңыз үлкен болса, осылай тағы да 4-ке бөлсеңіздер болады. Енді үлкен ыдысымызға капусталарымызды орналастырамыз. Осылай арасына кішкене тұз себеміз қатпарларына. Менде мына жерде 2,5 литр су бар. 2,5 литр суға тұз саламыз. Ас қасықпен 5-6 қасық тұз салдым. Және осыны барлық капусталардың үстіне жететіндей етіп құямыз. Жақсылап мыжғылап араластырып, үстіне осындай ауыр затты қойып қоямыз. Мен су қойып қойдым. Енді осыны 3 күнге қалдырамыз. 3 күннен кейін капустамыз дайын болардың алдында осылай капустамыздың арасына жағатын осындай салмасын дайындап аламыз. Менде қызыл, жасыл бұрыштар, сарымсақ, яғни чеснок, осыларды ұсақтап турап жасап аламыз. Және менде арнайы осындай аджика сияқты базардан сатып алған. Соны 1-2 қасық, ол өте ашты, кішкене тұз қосамыз. Жақсылап араластырып дайындап аламыз. Міне 2-3 күн тұрған капустамызды судан аламыз. Жапырақтарын тексеріп көрсеңіздер болады. Ол тұзды суда тұрып өте жұмсақ, сынбайды. Осыны жақсылап салқын суға жуып аламыз да, арасына жаңағы салмамызды салып, 2 күнге тағы да тоңазытқышқа салып қоямыз. Міне ыдысымызға саламыз. Әр қатпарының арасына осы салмамызды жағып шығамыз. Ашты қылам десеңіздер де, орташа ашты қылам десеңіз де өз еркілеріңіз. Осылай жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Сіздерге ұнайды деп сенемін. Болды, осылай тоңазытқышқа 2 күн тұрды, тоңазытқыштан шығардым. Ас болсын.